Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз бір үзім нан. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын, күміс екен. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапсырған қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып, өз күнін өзі көріп жүріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп, ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір нанын алып, қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Әй, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер» дейді. «Жоқ, алтының өзіңе, нан бере алмаймын» деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін» дейді. Бұл жолы да кедей: «Жоқ, бере алмаймын» деп, бұл жолы да кедей келіспейді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кеткен бай басы айналып суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Осылай кедей аман қалған екен. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген сөзі осыдан қалған екен балалар. Осымен ертегі аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп жазылып алыңдар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін ғажайып бақ ертегісін тыңдаймыз балалар. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңдар балалар. Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Қасен өзінің аз ғана малын бағып, күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы, ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы. Ал Қасеннің үмітті, ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда Қасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып, аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді. «Асан, сенімен қоштасайын деп келіп ем. Аз ғана малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын қылып, қайыр сұрап, тентіреп кетемін» дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап, көзіне жас келіп, Қасен досын құшақтап тұрып: «Екеуміз жан деген жолдас едік қой. Мал жанымыз бір емес пе еді? Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Көңіліңді жұбат, қолыңа кетпен алып, тырбанып тіршілік қыл» дейді. Сол күннен бастап Қасен де егін салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай, жыл артынан жыл, жылдар өтеді. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің темірге тигенін байқап,
таң қалады. Бұл не ғажап болды екен деп, сол жерді тереңірек қазып жіберсе, іші толы алтын салынған бір қара қазан көрінеді. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей досының үйіне қарай жүгіреді. «Сүйінші, Асан!» деп айғайлайды. Ол жүгіріп келе жатып, «Сүйінші, бақытты болдың, үлкен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен іші алтынға толы қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың». Асан оны қуана қарсы алып, «Сенің адалдығыңды білгем ғой, Қасен, бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой», деп жауап береді. Оған Қасен болмай, «Мен де сенің пейілі кең, мейірімді кісі екеніңді білемін ғой, Асан. Бірақ сен маған жеріңді бергенімен, жеріңнің астындағы қазынасын берген жоқсың ғой», дейді. Бірақ Асан да көне қоймайды. «Ардақты досым, жердің асты, үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін төгіп, еңбек еткен адамдікі», дейді. Алтынды алғысы келмей, бұл екеуі ұзақ таласады. «Таласты қояйықшы, Қасен. Сенің күйеу болатын ұлың, менің қалыңдық болатын қызым бар. Балалардың көңілі жарасып жүр ғой. Сол екеуінің басын қосайық та, алтынды соларға берейік. Тым болмаса біздің балаларымыз кірпітарлық көрмесін», дейді. Аталары осы байламен айтқанда, балаларының қуаныштан жүректері жарылып кете жаздайды. Сол күні той қылып, екі жасты қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау болып, Қасеннің үйіне шығады. Қасен құдасының үйіне көшеді. Келесі күні таң сәріден жаңа қосылған жас жұбайлар алтын салынған қазынаны алып, аталарының үйіне келеді. Қабақтарында кірбің барын көрген Асан мен Қасен, «Не болып қалды, балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен», деп сұрайды. Аталары безген нәрсеге балалары ие болған жарамас. «Біз алтынсыз да баймыз. Сүйіп қосылған екі көңілден артық дүниеде қазына бар ма?» дейді екі жас. Сөйтіп олар қазанды үйдің ортасына әкеп қояды. «Енді алтынды кім алуы керек?» деген талас қайта басталады. Таласып ақыры алыста оңаша тұратын бір дана қарияға барып жүгінбек болады. Талай күн, талай түн жүріп отырып, бұлар әлгі қарияның үйіне келеді. Айдалада жалғыз тұрған қарияның жұпыны ғана қараша үйі бар екен. Қария төрде төселген жыртық киіздің үстінде, оң жағы мен сол жағында екі-екіден 4 шәкірті отыр екен. «Жүгінуге келген екенсіңдер, алыстан арнап келген түрлерің бар, шаруаларыңды айтыңдар», дейді қария келгендерге. Жолаушылар қарияға өздерінің дау шараларын айтады. Бұлардың сөзін тыңдап алып, қария ұзақ уақыт үнсіз отырады да, өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып, «Менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер едің?» деп сұрайды. «Жер дүниедегі қазынаның иесі хан ғой, хан иеме апарып беріңдер дер едім», деп жауап қайтарады үлкен шәкірті. «Ал менің орнымда сен болсаң, қалай шешер едің?» деген сауалға екінші шәкірті: «Дауласқандар, безген мүлік биліктікі ғой, мен оны өзім алар едім», дейді. Қария бұрынғыдан
бетер ренжіп, жүзін суытса да сыр білдірмей, үшінші шәкіртінен сұрайды. Ал енді сен айтшы, сен қалай шешер ең? Үшінші шәкірті: бұл алтынның иесі жоқ, оны ешқайсысы меншіктегісі келмейді. Солай болған соң-ақ мен оны қайтадан жерге көмдіріп тастар едім дейді. Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртінен сұрайды: ал сен не дейсің, қарағым? Артық сөзім болса айып етпеңіз, ұстазым, дейді кіші шәкірт. Мен болсам осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада гүл жайнаған саялы саябақ өсірер едім. Арып ашқан кем кетіктер сол бақтың саясында тыныс алып, жемісін қорек етіп, рақатын көрер еді. Осы сөзді естігенде қария көзіне жас алып, орнынан тұрып, кіші шәкіртін құшақтайды. Жасы кіші болса да, ақылы артықты аға тұт деген сөз рас екен ғой, дейді. Сенің билігің әділ, балам. Осы алтынды алып хан ордасына бар. Содан соң ең жақсы тұқымдарды сатып алып қайтып кел де, өзің айтқан бағыңды өсір. Саған да, мына алтынға қызықпаған кеңпейіл жандарға да, кемтік жарлы Жақыбай атаулы өмір бақи риза болып алғыс айтар. Жас жігіт алтынды дорбасына салып алып жолға шығады. Ұзақ уақыт сапар шегіп, арып ашып, күндердің күні болғанда хан ордасына келеді. Қаланың қақпасына кірісімен ақ базарға барып мия ағашының тұқымын іздейді. Қызылды жасылды мата мен әр түрлі әшекейлі заттардан көз алмай базарды аралап жүргенде, арт жағынан керуеннің сылдырлаған қоңырауы мен біреудің айқайлаған ащы даусын естиді. Жас жігіт артына жалт қараса, ұзыннан ұзақ тізілген керуен келе жатыр екен. Түйенің құмына, жүктің орнына, ой мен қырда, су мен шөлде болатын құс атаулыны теңдеп алған. Оларды аяғынан матастырып байлапты. Құстардың қанаттары қайрылып сынып, жел ұшырған мамықтары ақша бұлттай қалқиды. Түйелер аяңдаған сайын бейшара құстар тыпырлап, адамның сай-сүйегін сырқырата шырқырайды. Осыны көргенде жас жігіттің жаны удай ашып, шыдамы жетпейді. Сығылысқан қалың жұрттың ортасынан жарып өтіп, жігіт керуен басыға келіп, әдеппен тағзым етіп: «О тақсыр, мына бейшара құстарды осыншама қинаған кім? Мұны қайда апара жатырсыз?» деп сұрайды. Керуенбасы: «Біз хан сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар ханның соғымы. Сол құстар үшін бізге 500 ділда береді», деп жауап қайтарады. «Мен 1000 ділда берсем, осы бейшара құстарды босатып жібересіз бе?» деп сұрайды жігіт. Керуенбасы жігіттің жұпыны түрін көріп, оның сөзін елең етпей жүре береді. Сол кезде жігіт иығындағы дорбасын алып керуенбасына алтынын көрсетеді. Керуенбасы өз көзіне өзі сенбей қайран қалады. Бірақ саудагер сараң болмай ма, алтынды көргесін сұғанақтығы жеңіп, құстарды босатып жіберіңдер деп әмір етеді. Бұғаудан босаған құстар тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннің әкеле жатқан құстары тым көп екен. Олар
жапырай ұшқанда күннің көзін бүркеп қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт ұшып бара жатқан құстарға қарап тұрып, құстар көрінбей кеткеннен кейін қаудырап босап қалған дорбасын алып үйіне қайтады. Қуанышы қойнына симай, аяғы жерге тимей әндетіп келе жатады. Бірақ ауылына жақындаған сайын көңіліне уайым кіріп, істеген ісіне өкініп, қайғыра береді. Басқа біреудің қазынасын өзінің ойыма келген нәрсеге жұмсағаным қалай болды? Кем-кетіктер үшін бақ егем деген өзім емес пе ем? Ұстазыма мені тұқым әкеледі деп күтіп отырған ақкөңіл адамдарға не деймін деп ойлайды. Жігіт осылай өзіне өзі ыза болып келе жатады. Бара-бара қайғысы үдеп, әбден арып құлап кетеді де өзіне өзі өлім тілеп жылайды. Ақыры қайғы қасіреттен қажып ұйықтап қалады. Ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде әлде қайдан бір әп-әдемі бұлбұл ұшып келіп көкірегіне қонып, тамылжыған әсем үнді әуенмен: «Уа, кеңпейіл жас жігіт, сен көп қайғырма, еркін құстардың саған беретін алтыны жоқ, бірақ сенің жақсылығыңды басқа жолмен қайырар. Ұйқыңнан оян, жан-жағыңа қарашы, көзіңнің жасы тыйылмас па екен» дейді. Осыны айтып, бұлбұл пыр етіп ұшып кетеді. Жігіт көзін ашып, жан-жағына қарап, таң тамаша қалады. Кең далада қаптап қонып отырған құстарды көреді. Құстар аяғымен шұңқыр қазып, аузындағы дәндерді сол шұңқырға салып, қанаттарымен топырақты сыпырып көміп жатады. Жігіт қозғалып кеткенде құстардың бәрі пыр етіп аспанға ұшады да кетеді. Тағы да құстар күнді қалқалап қаққан қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт жан-жағына қараса, құстар қазған әрбір шұңқырдан жас шыбықтар көптеп шығып жатыр. Өрмелеп өсіп, бұтақтары күлтелеген, жапырағы жайқалған үлкен ағашқа айналып жатқанын көреді. Қас қаққанша болмайды, ағаштың бұтақтарына жайнаған гүлдер өсіп шыға келіп, жұпар иісі аңқып кетеді. Содан кейін гүлдер ұшып түседі де оның орнына қып-қызыл нардай алмалар өсіп шыға келеді. Иран бағы мұның ширегінде келмеуші еді. Маржандай тізілген жеміске толы зәулім алма ағаштарына сан жетер емес. Қаз-қатар тізілген ағаштардың арасынан пісіп тұрған жүзім, бал татыған өрік, көкорай шалғын, бәйшешектер көрінеді. Ағаштың саясындағы жолдарға бұтақтан жаңа ғана түскен жапырақ төгілген жолдың екі ернеуінде асыл таспен әшекейлеп өріп тастаған арықтың суы сылдырап қағады. Ал жоғарыда ағаш басында пырылдап ұшып қонып, тамылжып ән салып, жігіттің манағы түсінде көрген бұлбұлдары ұшып жүреді. Жігіт қайран қалып, өңім бе түсім бе деп сенбей жан-жағына қарай береді. Өңі ме түсінің қайсы екенін айыру үшін қатты айқайлап жібергенде өз даусының жаңғырығын ғана естиді. Жайнаған бақ ғайып болмай сол орнында тұр. Өңі екенін көзі жеткеннен кейін жігіт өкпесін қолына алып қарияның үйіне қарай жүгіреді.
келісімен болған оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Әңгімені тыңдағаннан кейін ұстазы және оның 3 шәкірті Асан мен Қасен олардың балалары бақты көрмек болады. Жігіт жол көрсетіп оларды ертіп келеді. Көп кешікпей-ақ құлазыған жапанда ғажайып бақ орнапты деген хабар бүкіл елге тарайды. Ең алдымен өздерінің жорға жүйріктеріне мініп баққа ақсүйектер келеді. Бірақ олар бақтың шетіне жетісімен-ақ алдынан 7 құлап салынған темір қақпалы үлкен дуал пайда болады. Қақпадан өте алмайтынына көзі жеткен ақсүйектер ат үстінен дуалдың арғы жағына қолын созып алмаларды жұлып алмақшы болады. Бірақ олар алмаға қолы тиісімен-ақ естерінен айырылып жерге құлап түсіп жатады. Мұны көрген соң басқа мырзалардың зәресі ұшып, аттарының басын бұрып, ауылдарына қарай қашады. Олардың артынан ала баққа жер-жерден кедейлер келе бастайды. Кедейлер жақындасымен-ақ қақпаның құлпы босап, есік айқара ашылады. Баққа әйел, еркек, кәрі, жас сыймай кетеді. Олар бақтың ішіндегі жолмен қыдырып, жапырақты таптап жүрсе де жапырақтар солмайды. Олар арықтан қаншама ішсе де арық лайланбайды, таусылмайды. Олар ағаштан қаншама жеміс алып жесе де жеміс азаймайды. Күні бойы бақ ішінде домбыра сазы шырқата салған ән, той-думан саябырламайды. Ымырт үйіріліп, қараңғы түскен кезде алмалар жарқырап, нұр шашып, құстар тамылжытып ән шырқайды. Қызық думан басылып, жарлы жақыбайлар хош иісті көк шалғынды төсеніп, өмірлерінде алғаш рет рақатқа кенеліп, тәтті ұйқыға енеді. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз адам мен қарлығаш неге дос. Күндердің бір күнінде жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарға мынандай арыз айтады. Мені Тәңірім сендерден кем етіп жаратыпты. Аяқ-қолым жоқ. Басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Бәріңнің бүтін бір тілдерің бар. Ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздардың ішіндегі сорлысы мен екенмін. Маған ешқайсыңның жәрдем еткілерің келмейді. Қасіретті көп тартқандар әрдайым әділ келеді. Сондықтан да сен бізге патша бола аласың деп, сөзбен болса да жұбатып кетсеңдер, деп екі көзінен жасын сорғалатып ағыл-тегіл жылайды. Жанды жансыздың барлығы жыланға аяушылық білдіріп, өкпесін орынды көреді. Ақ қарасың деп шақпайтын, қара қылды қақ жарған ақ жүрек ақылшымыз болар десіп, оны өздеріне патша етіп сайлайды. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті қолыма алсам, бұдан да жақсы болар едім. Көрінген тамақты қорек етпей, қаны тәттілерді ғана жер едім деп қиялдайды. Сөйтіп қанның дәмін айыра алатындарды шақырады. Қос қанатын делдитіп, аяқтарын шілтитіп,
қуарып шіркей келеді. Тұмсығын едірейтіп маса не керек, патшаның көңілін табам деушілердің бәрі келеді. Патша осылардың ішінен шіркей мен масаға жер жүзін аралап, жанды жансыздың қанын сорып қайтыңдар, тастың да, топырақтың да, өсімдіктің де дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті зат бұдан былай менің қорегім болатындай етіңдер деп уақыт белгілеп бүкіл әлемді шарлатып жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның белгілеген мезгілі де жетеді. Әлсіз шіркей жел болса шөптің түбіне тығылып, жел жоқта ыңылдап ән салып жүріп кешігіп қалады. Ал маса болса өсімдік пен жандылардың ең тәттісін біліп алып, патшасына қарай әуелей ұшып әндетіп келе жатқанда қарлығаш кез болады. «Иә, маса досым, патшаға тамақтың ең тәттісін іздеп кетті деп естіп едік, таптың ба?» Маса қарлығашты менсінбей сұрағына жауап қатпай зулай жөнеледі. Түсіндім. Жолың болып іздегеніңді тапқан екенсің, досым. Азамат екенсің өзің. Сенің ептілігіңді еш нәрседен тайынбайтын бірбеткейлігіңді білетінмін. Осы қасиетіңді енді барлық қанаттыға айтып жүретін боламын, деп қарлығаш масадан сыр тарта мадақтай сөйлейді. Бұл мақтауға масаның есі шығып, масаттанып былай дейді. «Патшамыздың тамағына кімді тапқанымды білесің бе?» Досым, мен не білуші едім. Сізден денемнің үлкендігі болмаса, ақылым көп емес қой. Сіз патшамыздың ақылгөйісіз. Кәне төрем, айтыңызшы, ардақты патшамыздың тамағына кімді таптыңыз?» Маса елтіре түсіп, «Патшамызға лайық дүниедегі ең тәтті тамақ адамның қаны екен» дейді. Сонда адам сияқты ақылды да айбарлы жан жер бауырлап сырғыған жарым жанға жем болмақ па деп қарлығаш бір амал ойластырады. Сөйтіп қарлығаш масаға: «Ақылымның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегеніңізге сенер-сенбесімді білмеймін. Дүниеде тәтті қанды тауып, дәмін татқанның тіліне алтын мөр түсіп қалады деп шешем көп айтушы еді. Қане тіліңізді шығарып, мөріңізді көрсетіңізші. Алтын мөрге көз салғанның өзі біз үшін үлкен мәртебе ғой» дейді. Бұл мақтауға елірген ессіз маса: «Көрсең көре ғой, байғұс, міне» деп тілін шығарады. Сол кезде қарлығаш шап беріп масаның тілін жұлып алады. Маса сөйлей алмай ыз-ыз етіп патшасына қарай ұша жөнеледі. «Қош, тілің жұлынды, аузыңа құм құйылды. Адамның қанының тәттілігін енді қалай түсіндірер екесің?» деген оймен қарлығаш артынан ұшады. Маса жыланға бірдеңе айтқысы келіп ыз-ыз етіп зар қағады, бірақ еш нәрсені түсіндіре алмайды. Оның тілі аузынан түсіп қалған ба, немесе жынданған ба? Мынаның не деп тұрғанын түсіндіретіндерің бар ма? Деп жылан тұрғындарға қарайды. «Мен түсіндім, патшам», дейді қарлығаш сонда. «Қане, түсінсең айтшы», деп тұр. Қарлығаш:
ызыңдап ұшып жүріп бүкіл әлемді араладым, бірақ неше түрлі өсімдікті өсіріп шығарған топырақтан басқа еш нәрсе таппадым патшам. Мұны естіген тілі сөйлеуге жарамаса да құлағы сау масаның жаны шығып кете жаздайды. Ол ызыңдап кеп қарлығашқа 2-3 рет тиіседі де жыланның алдына барып жылап жібереді. Сен мұның тіліне бірдеңе қылған екенсің ғой, деп жылан қарлығашқа қарай атылады. Қарлығаш ұша жөнеледі. Жылан қарлығаштың құйрығын ғана тістеп қалады. Масаның ызылдап, жыланның топырақ жалап жүргені содан екен. Ал адам сол кезден бері жыланнан сақтанып жүреді. Қарлығаштың құйрығы 2 айыр болып қалады. Қарлығаш жыланнан қорқып, адамды дос тұтып, үйінің ішіне ұя салады. Осымен ертегі аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңдар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз Тазша баланың ақылы. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы мен 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерде кәсіп қылуды мақсат етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап алып кетіпті. Келе жатып бір өнерші байдың үйіне кезігіпті. Осы байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте жауыз адам екен. Жалданған жігітті әбден пайдаланып, ақысын төлейтін мезгілде алдап, сандыққа салып, аузын бекітіп тастайды. Шал мен кемпірдің үйінде қалған ортаншы баласы да өнер үйренбек болады. Ағасының кеткен жолымен өнерші байға келіп жалданады. Бай ақысын төлейтін кезде оны да сандыққа тығып тастайды. 3-ші ұлы Тазша бала да ағаларындай өзіне тиген ешкіні сойып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып, жол жүріп кетеді. Келе жатып бір қора қойға кезігеді. Қойды бір шал бағып жүр екен. Тазша бала қойшыдан: «Бұл кімнің қойы?» деп сұрайды. Қойшы: «Бұл өнерші байдың отары». «Қарағым, өзің қайда барасың?» деп сұрайды. «Өнер үйренуге барамын», деп жауап береді Тазша бала. Сонда шал тұрып: «Балам, өнерші бай өте зұлым адам. Одан аулақ жүр. Оның құс болып ұшып, аң болып жорта алатын қасиеті бар», деп ақылын айтады. Шалдың айтқаны рас па екен деп ойлаған Тазша қайтсе де сол зұлым байды көргісі келеді. Ол байдың үйіне келіп қонады. Ертеңінде жүрейін деп жатқан кезінде өнерші бай: «Жігітім, қайда барасың?» деп сұрайды. «Мен баласы жоққа еншілес бала боламын», деп жауап береді Тазша бала. Сонда бай: «Олай болса, сен қал, маған бала бол. Мен жолаушылап кетіп барамын. Мен кеткен соң ақ құнан қойды сой, той жаса. Азық жілігін етімен өзің жерсің», дейді де өзі жолаушылап кетеді. Тазша бала: «Хош әке, жолыңыз болсын», деп үйде қалады. Өнерші байдың сұлу қызы бар екен. Тазшаны ұнатып қалған қыз: «Аға, сен асық жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп
қой, сонда бір ақ тазы келіп жілікке ұмтылар, сен балтаны алып тазыны өлтір дейді. Тазша бала ақ құнан қойды сойып, көршілерін шақырып той жасайды. Асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын орындап, кереге басына іліп қояды. Бір ақ тазы келіп, жілікке ұмтылыпты. Тазша тазыға қарай балтаны жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы оған тимей, ит құтылып кетіпті. Келесі күні өнерші бай үйіне оралады. Тазша баланы көріп ашуланады. Енді бұл итті аштан өлтірейін деп ойлайды. Тазшаны да ағаларындай алдап сандыққа салып, аузын мықтап бекітіп тастайды. Байдың қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп, тазша балаға тамақ әкеліп береді. Осылай оны күн сайын тойындырып отырады. Ал тазша сандықта жатып, байдың сан түрлі сиқыр өнерін үйрене береді. Бірнеше күн өткен соң тазшаның әкесі балаларын іздеп шығады. Жол-жөнекей кездескен ауылдардың бәрін аралайды. Бір күні өнерші байдың үйіне келіп, менің өнер үйренуге кеткен 3 ұлым бар еді, соларды көрмедіңіз бе деп сұрайды. Жоқ, көрмедім деп жауап береді өнерші бай. Өнерші бай мен әкесінің сөзін естіген тазша, әке, мен мұндамын деп сандықтың ішінен дауыстайды. Әкесі баласын даусынан танып, байдың ішкі бөлмесіне кіреді. Төр жақта тізіліп тұрған 3 сандықты көреді. Байдың айтқан сылтауларына көнбей сандықтарды аштырады. 3 сандықтан 3 ұлы шығады. Оларды ілестіріп үйіне қайтады. Тазша жол-жөнекей әкесіне өнерші баймен және оның қызымен қалай танысып, сиқыр өнерін қалай үйренгендігі жөнінде айтады. Ағалары мен өзінің сол қыздың көмегімен қалай тірі қалғандығы туралы әңгімелеп береді. Үйіне оралған соң тазша бала, әке, мен бірталай өнер үйрендім. Біз енді жауыз өнерші байды сабасына келтіріп, алдап соғуымыз керек. Ол күнде таңертең базарға барып, арзан бағамен мал сатып алады. Мен бір қара құнан қой болайын. Мойныма жіп тағып, жетектеп, сол базарға апарыңыз. Бірақ мені тек өнерші байға сатыңыз да жіпті алып қалыңыз дейді. Әкесі келіседі. Баласы айтқанындай қара құнан қойға айналады. Әкесі қойдың мойнына жіп тағып базарға барады. Оны өнерші байға сатып, жіпті алып үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп, үйіне қайтып келеді. Келесі жолы ол, әке, мен енді жорға ат болайын. Мені базарға апарып, сол өнерші байға сатыңыз, бірақ шылбырды алып қалыңыз дейді. Баласы атқа айналады. Әкесі базарға апарып, сол баяғы байға сатады. Шылбырын алып үйіне қайтады. Ертеңіне тазша өз қалпына түсіп үйіне келеді де әкесіне, әке,
бұл жолы мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын. Сіз мені базарға апарып сатыңыз да бұйдамды алып қалыңыз, сосын үйге қайта беріңіз дейді. Тазша енді тайлақ болады. Әкесі тайлақты сатайын деп базарға жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығады. Ол тазшаның айласын біліп, маған мынау тайлаңды 100 ділдаға сат дейді. Көп ақшаны естігенде тазшаның сөзі әкесінің есінен шығып кетеді. Өнерші бай тайлақты бұйдасымен бірге 100 ділдаға сатып алады. Үйіне жетектеп келеді де қызын шақырып алып, мынау тайлақты ұстай тұр дейді. Өзі үйден пышақ алып шығып тайлақты бауыздамақшы болады. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, үйден пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге кеткенде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя береді. Өнерші бай сыртқа шығып, үйіне қарай қашып бара жатқан тайлақты көреді де артынан қуады. Тазша сонда түлкіге айналып қашады. Өнерші бай тазы болып қуады. Енді жете берген кезде тазша түлкіден үйрекке айналып ұшады. Бай қаршыға болып қуады. Содан соң тазша торғай кейпіне ауысып шарбаққа қонады. Бай қырғи болып таяна бергенде тазша шөберекке айналып жерге түседі. Өнерші бай кісі болып шөберекті қолына ала бергенде тазша тары болып шашылады. Бай тауық болып шоқиын дейді. Осы кезде тазша адам кейпіне оралып тауық болып жүрген өнерші байдың желкесінен ұстай алады. Басын төмен қаратып ұстап тұрып, іштей дұға оқиды да оның бойындағы бар сиқырын жойып жібереді. Солай тазша зұлымдықты жеңіп, өзіне көп көмек берген өнерші байдың қызын алып мұратына жетеді. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін Алпамыс батыр ертегісін тыңдайтын боламыз. Баяғы заманда Жүзбай деген бір бай болыпты. Оның Алпамыс деген жалғыз ұлы бар екен. Бір күні Жүзбайдың жылқысына жау шауып, үйір-үйірімен айдап әкетеді. Жүзбай сонда баласына ақыл салып: «Ау балам, мен қартайдым, сен жылқының соңынан қуып барып, жаудан кек ала аласың ба? Оған шамаң бар ма?» деп сұрайды. 6 жасар Алпамыс бала болса да батыр еді. Жылқысын шауып кеткеніне шамданып, өзінің бай шұбарын ұстап мініп, ешкіммен сөйлеспей жылқыны соңынан жөней береді. Алпамыстың аттанғанын қалмақтың ханы түсінде көріп, ел жұртын жиып алып, көрген түсін халқына баяндайды. «Мен бүгін бір түс көрдім, көп қиындық іс көрдім. Заманым қағынды, қағынғандай не қылды? Қара бұқа бура боп, қарсы қарап шабынды. Тұлымдымды тұл қылып, айдарымды құл қылып, солқылдаған мырзамды табанға салып жүн қылды. Қамшымен ұрып жон тілді.
Сонда ақсақалдар патшаның түсін жорып, Жүзбайдың баласы 6 жасар алпамыс келіп, осы жұртты алар дейді. Патша сол алпамыс осында келмей тұрып, оны қолға түсіріп алып келетін талапкер бар ма? Деп халқына жар салды. Сонда бір кемпір патшаға келіп, маған бір отау тігіп, 40 қыз жиып бер, алпамысты қолға түсірейік, дейді. Патша мұнысын мақұл көріп, айтқанының бәрін дайындайды. Кемпір алпамыстың келетін жолын тосады. Ол 40 қызды 40 отауға отырғызады. Сол уақытта алпамыс та жақындап келіп қалды. Алпамыстың аты кемпірді біліп жүрмей тұрып алды. Алпамыстың ашуы келіп, Байшұбарды қамшылай бастады. Байшұбар сонда да жүрмей тізерлеп жата қалды. Қасына кемпір келіп, әй балам, атың жүрмесе шаршаған шығар. Сенің жолыңа қарап, 40 қыз күні түні күтуде, тезірек бар, дейді. Алпамыс қыз деген сөзді естіген соң атын тастап жүре береді. Келіп отауға кірсе, 40 қыз отыр екен. Қолдарында бір-бір кесе қымыз бар. Қыздардың әрқайсысы кезек-кезек назданып алпамысқа береді. Ақыры алпамыстың бойы балқып ұйықтап қалады. 40 қыз оны көтеріп апарып, зынданға салып, атын патшаға апарып береді. Күн артынан күн өтеді. Алпамыс зынданда жата береді. Бір күні алпамыстың төбесінен бір топ қаз ұшып өтеді. Алпамыс қаздарды шақырады. Олар оның қасына ұшып келеді. Қаздар бұдан, кімсің, не қылып жатқан адамсың, деп сұрайды. Алпамыс, мен алпамыспын, дейді. Қаздар, алпамыс болсаң, жатқаныңнан тұрма, деп кете барады. Ең соңында бір қаз бөлек ұшып бара жатыр екен. Жалынып соны шақырады. Қаз келіп, не дейсің, дейді. Қараса, қаздың бір көзі соқыр екен. Ей қаз, көзіңе не болған, дейді алпамыс. Қаз, жас кезімде анамды бір мерген атып алыпты. Жетім сорлы көп қазға келсем, ештеңеге жегізбейді мені. Жетімсіретіп, көзімді шұқып алды. Аузы күйген үріп ішер дегендей, көп қаздан қалыс жеке ұшамын. Жалғыз көзден айырылып, өлейін бе депті. Сонда алпамыс, сенің қанатыңның астына хат жазайын. Сен Қоғалы көлге барып қон. Менің қарындасым Қарлығаш сонда құс салып жүрген шығар. Құсы сені ілер. Қанатыңдағы хатты көріп, сені өлтірмес, дейді. Қаз алпамыстың осы айтқан сөзінен ұшып кете береді. Қарлығаш Қоғалы көлге барып құс салады. Оның құсы сол қазды іледі. Ұсталған қаз тулағанда қанатындағы хат ұшып түседі. Қарлығаш ағасының сәлемін оқығаннан кейін қолындағы сұңқарды құсқа салмай, көзінің жасы ат жалын жауып елге қайтады. Қарлығаш үйіне бармай, жылаған бойымен Қарабай досына хабарлайын деп келе жатады. Келе жатқан Қарлығашты көріп, Қарабай отын астына жасырынып қалады. Қарлығаш келе, Қарабай, қайдасың? Алпамыстан хат келді, деп дауыстайды. Қарабай отын астынан шығып, Қарлығаштың қолындағы хатты алып оқиды.
мен іздеп барамын деп дереу 10 түйеге азық артып 40 құлаш жібек арқан алып бірнеше күн жол жүріп Алпамыс жатқан зынданның басына келеді. Алпамыс қайдасың деп шақырып еді, ешбір дыбыс болмады. Қарабай досы егер тірі болса дауыс берер еді ау, өлген шығар деп зар жылап отырып қалады. Көзінің жасы зынданда ұйықтап жатқан Алпамыстың бетіне тамғанда бұл немене деп Алпамыс шошып оянады. Көзін ашып қараса досы Қарабай зынданның басына келіп, көзінің жасын көл қылып, сақалын су қылып жылап отыр екен. Алпамыс досынан аман есенсің ба деп хал сұрайды. Қарабай досы зынданға 40 құлаш жібек арқанды салады. Арқаннан ұстап, тартып шығармақшы болады. Зынданның жарым ортасына келгенде Алпамыс: бұл Қарабай досым кемпірдің асы, келіннің тойында әзіл сөз қылып, құдықта өлейін деп жатқаныңды тірілтіп алдым ба деп бетіме салық қылар деген ой келеді. Содан кейін өлсем өз жайыма өлейін деп жібек арқанды кесіп жібереді. Зынданның түбіне қайта түседі. Қарабайдың арқаны үзіліп, досын шығаруға лажы болмай, зарлап, жылап қалады. Бір уақытта амалсыз еліне қайтады. Қалмақ халқының қой жайып жүрген бір қойшысы бар еді. Бағып жүрген қойларының ішінде хан қызының бір қоңырау тағып қойған серкесі бар екен. Сол серке Алпамыс жатқан зынданның қасында секіріп жүріп, абайсызда зынданға түсіп кетеді. Алпамыс ұстап алып жібермейді. Қойшының ашуы келіп: серкені шығар, егер шығармасаң қазандай қара таспен ұрып өлтіремін дейді. Алпамыс: ұрсаң ұр, бірақ бермеймін дейді. Қойшы таспен ұра бастайды. Алпамыс ұрған сайын қайтадан өзіне лақтырып жібереді. Ақыры қойшы: егер серкені бермесең, мені патшаның қызы өлтіреді, бере гөр деп жалынады. Сонда Алпамыс: күніне бір қойдан беріп тұрсаң, серкенді жіберейін дейді. Қойшы мақұл деп күніне бір қойдан бермекші болады. Қойшы осы уәдесімен күнде бір қойды Алпамысқа бере ақыры қойдың бәрін таусады. Баяғы патшаның қызының серкесін де Алпамысқа береді. Сонда қойшы тұрып: мен енді қайтемін, өлетін болдым деп мұң шағады. Қайғы жеме қойшы деп бір сыбызғыны қойшыға береді. Осы сыбызғыны кешке таман бір шалғын шөптің ішіне барып тарт. Оның даусын патшаның қызы естіп жаныңа келер. Сонда мұны кім жасағанын сұрар. Сен табаныңды тіліп тұз құйса да айтпа дейді. Егер қоймай жатса айтарсың, баяғы зындандағы адам жасады дерсің дейді. Қойшы Алпамыстың айтқанындай сыбызғы тартады. Ханның қызы келіп, мұны қайдан алдың деп сұрайды. Қойшы айтпайды. Қыз қойшының табанын тіліп тұз құяды, онда да айтпайды. Ақыры қыз жалынады. Қойшы кім жасағанын айтады. Қыз тұрып: соған мені алып бар дейді. Қойшы: менің аяғым жүруге жарамайды деп отырып алады. Әбден лажы құрыған қыз қойшыны құдыққа дейін мойнына мінгізіп әкеледі. Алпамыс пен қыз бірін-бірі көріп ғашық болады. Қыз:
мен саған тиемін, бірақ сені қалай шығаруға болады, дейді. Алпамыс қыздан, менің атым қайда, деп сұрайды. Атың патшаның қолында. Ендеше диуананың киімін киіп, патшаның алдына бар. Ат мына белдеуді көрсе, оқыранады. Сосын патша сені жақсы көріп, оқыранды деп саған бұл атты бағып бер, ақша беремін дер. Сонда сен ақшаңның керегі жоқ, мен әшейін-ақ бағайын деп айтарсың, дейді. Қыз Алпамыс айтқандай жаман киім киіп, патшаның алдына келеді. Ат оқыранып қоя береді. Қыз Алпамыстың айтқанының бәрін айтады. Сонда патша өзінің қызы екенін байқамай, бақсаң бақ деп атты қолына береді. Қыз атты шешіп қоя береді. Ат шауып отырып тура Алпамыс жатқан құдыққа келеді. Келіп көзінің жасын мөлт-мөлт еткізіп, құдықтың жанында тұрады. Алпамыс атына қарап, мені мына шұңқырдан шығару үшін құйрығыңды шұңқырға сал, деп түсіндіріп, атының құйрығынан ұстап құдықтан шығады. Кешке таман қыз қойшы үшеуі қосылып, қалмаққа келіп тиіп, жау шапқандай қылып, патшаның орнында өлтіріп, барлық малын жинап алып, айдап жүре береді. Олар 10 шақты күн жол жүріп, аман-есен еліне жетеді. Тыңдағандарыңа рахмет, балалар. Менің каналыма жазылып тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар, балалар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз жақсылық пен жамандық. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңдар, балалар. Бұрынғы өткен заманда жақсылық пен жамандық атты екі адам болыпты. Бір күні жамандық жаяу келе жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Ол келген жақсылық екен. Сонда жамандық тұрып, жақсылық, мені артыңа мінгестіре кетші, депті. Жақсылық, олай болса мына атқа мінде. Біраз жер жүріп барып, тоқта, сол жерге атыңды байла да, өзің әрі қарай жаяу кете бер. Содан соң мен жетіп артыңнан біраз жер жүріп, сол жол бойына байлап кетемін. Сөйтіп баратын жерімізге атты кезек-кезек мініп жетейік. Екеуміз мінгессек, атқа қиын соғар, депті. Жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен жақсылықты есіне алмастан кете беріпті. Жақсылық шаршап, кешке жақын бір күркеге келеді. Ішіне кірсе, жан жоқ. Ортада бір үлкен қазан асулы тұр екен. Айдалада қайнап тұрған не қылған тамақ, деп татайын, деп бір саусағының ұшын батырып дәм татады да, күркенің төбесіне шығып жатады. Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан үшеуі келіп күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала, ойбай, мына тамақты біреу жепті, деп байбалам салады. Қасқыр мен арыстан екеуі, кім жеуші еді? Бұл адам келетін жер ме? деп киіккен соң түлкі әңгімесін доғарып, үшеуі отырып тамақ ішіп, әңгімеге кіріседі. Арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі
көрген-білгенін айта бастайды. Арыстан мен қасқыр түлкіге: «Түлкі, сен не көрдің, не естіп білдің?» дейді. Сонда түлкі тұрып: «Мен бір жерден бір алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауының қасындағы жаман қыстаудың ортасында бір сүйем жердің астында жатқан бір құмыра алтынды күнде қарауылдап жүрмін» дейді. Сонда қасқыр тұрып: «Мен күнде пәлен деген байдың қойының арасындағы үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Ол байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар. Қандай ем қылса да жазылмайды, және оның емін ешкім білмейді. Бірақ мен білемін. Ол қызды жазатын ала тоқты. Ала тоқтыны сойып, өкпесін жегізсе жазылады. Тағы да ол бай кімде-кім емдеп жазса, соған осы қызымды беремін» деп жар салған. Бірақ оның емін әлі ешкім тауып айтқан жоқ, тауып айта да алмайды дейді. Кезек келген соң арыстан тұрып: «Мен әр күн сайын түген байдың жылқысының біреуін жеп келіп жүрмін. Ол бай мені еш уақытта ұстай алмайды. Оның ешбір жылқысы мені қуып жете алмайды. Жететін бір-ақ тайы бар. Ол пәлен деген тоғайдағы жылқының ішінде жүр. Сол тайдан басқасынан құтылып кетемін. Ол байдың кімде-кім жылқымды жеп жүрген арыстанды ұстап берсе, соған бір үйір жылқымды беремін» деп жар салғаны да бар. Олар әңгімелерін аяқтап ұйықтап қалады да таңертең тұрып өз жөндерімен кетеді. Жақсылық олардың әңгімелерін естіп алып, адам емдеуші болып байдікіне келеді. Бай оның түріне қарап: «Осы емші шығар» деп ойлап: «Жоғары шық» дейді. Жақсылық отырған соң бай: «Қызыма бал аш бер» дейді. Жақсылық: «Мақұл» дейді де қызды қарай бастайды. «Баланы емдетпей босқа қинапсыңдар ғой. Ортадағы анау үлкен ала тоқтыны әкеліңдер. Мұның ауруы соның өкпесінде» дейді. Бай дереу қойшыларды жіберіп тоқтыны алдыртады. Жақсылық қызға тоқтының өкпесін жегізіп емдейді. Қызы жазылған соң бай оны жақсылыққа қосады. Жақсылық бұдан кейін баяғы жаман қыстауға келеді. Қораның ортасынан бір сүйемдей қазса, бір құмыра алтын шығады. Оны алып арыстанның айтқан жеріне барады. Барса, бай бір арыстанды ұстай алмай жүргенін айтып, мұңын шағады. Оны естіген Жақсылық байға: «Сол арыстанды ұстап берсем, маған не бересің?» дейді. Бай: «Егер ұстап берсең, бір үйір жылқы беремін» дейді. Жақсылық тоғайдағы жылқылардың ішінен ала тайды ұстап алып, арыстанды күтіп тұрады. Арыстан келіп, жылқыны алып қашады. Жақсылық әлгі ала таймен қуып жетіп, арыстанды ұрып жығады. Байдың бір үйір жылқысын алып келген жолмен қайтады. Неше ай, неше жыл өткенде бұған жамандық келеді. Жақсылық жамандыққа қараса, үсті басында түк жоқ, қайыршы, диуана секілді екен. Ол Жақсылықты көріп: «Жақсылық жан,
мен саған жамандық істеймін деп осындай күйге ұшырадым. Енді сен мені адам қыл деп мұнша мал-мүлікті қалай таптың деп сұрайды. Сонда жақсылық: не де болса адамзатсың ғой, сен жамандық істегенмен мен саған жақсылық істеймін деп өзінің бастан кешкен оқиғасын айтып, содан соң тұрып: пәлен деген төбеде бір үй бар, сен қазір соған жет. Оның ішінде асулы бір қазан ет бар, бірақ оның ішіндегі еттен тек бір саусағыңды батырып дәмін көр де үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріңе қарай әрекет етесің деп айтады. Жамандық: жарайды дейді де баяғы күркеге барып кіреді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет асулы тұр екен. Қызығып кетіп шыдай алмай: мына жілігін жейінші деп еттен жеп сорпасын да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіп үйдің төбесіне шығып жатады. Бір уақытта түлкі, қасқыр үшеуі келіп күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала: ойбай, мына еттің тоқпан жілігі мен омыртқасы жоқ, сорпасы да азайыпты, біреу жепті дейді. Оған арыстан мен қасқыр: кім жеуші еді, бұл жерге адам келуші ме еді дейді. Жоқ, бір бәле бар, мен түс көрейінші деп түлкі жата қалыпты да аздан соң қайта тұрып: осы күркенің үстіне шығайыншы, сонда бір пәле бар секілді депті. Бұл сөзін қасқыр мен арыстан да мақұл көріп, бәрі төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Үшеуі жамандықты бас салып жеп қойыпты. Сөйтіп жақсылық жақсылығынан жақсы өмір сүріпті. Жамандық жамандығынан ит құсқа жем болыпты. Тыңдағандарыңа рахмет балалар. Менің каналыма жазылып тіркелуді ұмытпаңдар балалар. Сау болыңдар. Батыр да әділ Асан, қазақ халық ертегісі. Ертеде Естеміс деген қарт өмір сүріпті. Оның 3 баласы бар екен. Ең кішісі Асан басқа балаларға қарағанда ерекше болыпты. Ол жас кезінен көзге түсе бастайды. Себебі жаны басқа адамдардай кеудесінде емес, басқа жерінде екен. Асан ешкімге есесін жібермейтін, айтқанынан қайтпайтын, бірақ ашуы тез қайтатын мейірімді еді. Бірде Естеміс сырқаттанып жатып қалады. Науқасынан айықпайтынын сезген ол ұлдарын шақырып өсиетін айтады. Кезек кенже ұлы Асанға жеткенде: ал балам, менің өсиетімді тыңда. Сен әу бастан-ақ өз күшіңе сеніп, кім болса сонымен керісіп өстің. Қазір де жиі сөйтесің. Енді ондайдан аулақ бол. Өзіңді өзің ұстай біл, шыдамды бол. Сабырлының басына алма бітер, сабырсыздың басына қауға бітер демекші. Сабырлы бол, ақылға жүгін дейді. Күні жетіп, Естеміс қайтыс болады. Естемістен қалған 3 бала енді күн көрудің амалын ойластырады. Үлкен ұлы егін егіп, ортаншы ұлы мал бағып күндерін көреді. Ал Асан аңшылықпен айналысады.
Бір күні Асан аң аулап жүріп елінен ұзап кетеді. Жол жөнекей 3 атты кісіні кездестіреді. Олар Асанға жақындап: «Жігітім, бұл арада не істеп жүрсің? Бұл жердің аңын аулауға ешкімнің қақысы жоқ. Тез арада еліңе қайт», деп дүрсе қоя береді. Асан әкесінің айтқан өсиетін еске түсіріп, сабыр сақтап олармен келісім жасамақ болады. Бірақ әлгілердің ойы мүлде басқаша еді. Келісім жасауға көнбеді. Ақыры амалы таусылған Асан үшеуіне тойтарыс беріп, аттарын, құралдарын тартып алады. Өздерін бос қоя беріп, аулаған аңдарын алдына өңгеріп, еліне қайтады. Бір күні үйіне көршілес отырған елден хабаршы келеді. Сол елдің ханының 3 қызы бар екен. Ол қыздарын ұзатпақ болып жан-жақты батыр жігіттерді шақыртыпты. «Қыздарымды Қаратасты қақ жарған кісіге беремін», деген жарлықты шығарыпты хан. Бұл жарлықты естіген Асан батыр да бағын сынамақ болады. Қару-жарағын алып жолға шығады. Хан сарайына келіп, Қаратасты қақ жармақ болған жігіттердің қатарына қосылады. «Мен күштімін» деген жігіттер кезекпен келіп, хан көрсеткен тасты қақ жармақ болады. Бірақ ешқайсысының оған әлі жетпейді. Кезек Асанға келеді. Асан ханның шартын мүлтіксіз орындайды. Бірақ хан сөзінде тұрмайды. Қыздарын Асанға беруден айнып шыға келеді. Сөйтіп оны әртүрлі қиын жұмыстарға жұмсайды. Хан қайда жұмсаса да Асан қорықпайды. Айтқанын түгел орындап келе береді. Амалы құрыған хан қыздарын Асанға береді. Асан кіші қызды өз алады. Үлкен екеуін ағаларына қосады. Осылай бәрі бірге өмір сүріп жатады. Бірде ағаларының көңіліне арамдық келеді. «Бәріміз бір тудық. Осы Асан бізден қалай артық болып жүр?» деген оймен інілерімен құтылудың амалын құрастыра бастайды. Бір күні олар: «Асан әйеліне барлық сырын айтатын шығар, содан сұрайық» деген шешімге келеді. Олар келінін шақырып: «Күйеуіңнің жаны қайда, қай жерде? Ол жаман бір нәрсеге ұшырап қалса, біз көмектесуіміз керек қой», деп сұрайды. «Асанның жаны кеудесінде емес, басқа жақта», деп жалтара жауап береді келіні. Ағалары: «Келініміз Асанның жаны қайда екенін айтпады. Оны жарымжан етейік. Одан басқа амалымыз қалған жоқ», деген келісімге келеді. Ауыл ұйықтап жатқанда елге жау шапты деп өтірік айқай салады. Асан ұйқылы ояу қалпында тұра жүгіреді. Осы кезде ортаншы ағасы Асанды қылышпен салып қалады. Қылыш Асанның аяғын шауып түседі. Сұм ағалары келінін өздерімен бірге күштеп алып басқа жерге көшіп кетеді. Ағаларының көре алмаушылығының кесірінен аяғынан айырылған Асан жалғыз қалады. Бір күні еңбектеп шығып далада отырғанда киік қуып келе жатқан бір кісіні көреді. Киікті ұстай алмай әбден шаршаған ол Асанның жанына келеді. Асан одан: «Кім боласыз, неғып жүрсіз?» деп жөн сұрайды. «Аң аулап жүрген аңшымын, бірақ қолымның жоқтығынан ұстай алмай жүрмін», дейді кісі. «Сен де
бір жүрген жарымжан екенсің ғой. Ал менің аяғым жоқ, қолым бар. Кел, достасып, серіктес болайық. Екеуміз бірігіп, аңшылықпен айналысайық деген ұсыныс жасайды. Сөйтіп, жаңа досымен Асан бірігіп, киік аулап, күн көріпті. Бір күні көрші ауылда той болады. Сол тойға Асан досымен бірге барады. Тойдан келе жатқан екеуінің алдынан бір жетім қыз шығады. Асан қызға: бізбен бірге жүр, қарындасымыз боласың деп оны ертіп жүреді. Қызды өз мекеніне алып келген соң: ал қарындасым, саған біз жаманшылық жасамаймыз, тек қана нанымызды пісіріп, кірімізді жуып берсең болды дейді. Қыз келісіп, Асанның қолында тұра береді. Бір күні ол жаққан отын сөндіріп алып, енді қалай тұтатарын білмей отырғанда алыстан жарық көрінеді. Барса, от басында Мыстан кемпір отыр екен. Қыз барып Мыстаннан от тұтатар шоқ алып қайтады. Мыстан қыздың ізін бағып, қайда баратынын біліп алады. Ертеңіне Асан кеткен соң, Мыстан жетіп келіп қызға: қызым, басымды қарап берші дейді. Алдыма жатыңыз, қарап берейін дейді қыз. Мыстан қыздың алдына жатады да балтырының қанын сора бастайды. Содан кейін алғысын айтып кетіп қалады. Осылайша Мыстан кемпірге дуаланған қыз ештеңені байқамай, күн сайын үйде ешкім жоқ кезде оның басын қараумен болады. Сөйтіп қыз күннен күнге азып жүдей береді. Бұл өзгерісті Асан байқайды. Осының сырын білейін деп аңға кеткен болып, есіктің сыртына жасырынып қалады. Мыстан кіріп келген мезгілде Асан оның аяғынан ала түседі. Кемпірдің алақанынан алып өлтіруге шақ қалғанда, жаны қиналған Мыстан жылап: аяғы жоғыңа аяқ, қолы жоғыңа қол берейін, тек өлтіре көрме деп жалынады. Асан: мен саған сенбеймін, айтқан сертіңді қазір орында дейді. Мыстан аңшыға қол, Асанға аяқ жасап береді. 4 мүшесі түгелденген Асан досымен қоштасып, қызды ауылына апарып тастайды. Өзі әйелін іздеуге шығады. Келе жатып, қой бағып жүрген баланы кездестіреді Асан. Кімнің баласың? Қайда тұрасың? деп сұрайды. Мен ана ауылда шешеммен бірге тұрамын. Әкем жоқ, ол мен тумай тұрып қайтыс болып кетіпті. Әкеңнің аты кім? Мынау кімнің малы? Бұл әкемнің ағаларының малы. Шешем екеуміз сол кісілерге жалданып күн көріп жүрміз. Әкеміздің аты Асан дейді бала. Балам, мен сенің әкеңмін, өлген жоқпын, тірімін деп балаға болған оқиғаны баяндап береді. Кешке қарай Асан баласын ертіп, ағаларының ауылына келеді. Әйелі мен баласы тұрып жатқан үйге кіреді. Әйелі есік алдында күбі пісіп жатыр екен. Күйеуі мен баласын көрген ол сенер-сенбесін білмей талып қалады. Есін жиған соң екеуі сағынса көріседі. Әйелі ағаларының сені жарымжан еткен соң, енді бұл мүгедек адаммен қалай өмір сүреді? Өзімізбен бірге ала кетейік. Масыл бола қоймас, тірлігімізге де көмектесер деп мені күштеп алып кетті дейді. Осылай үшеуі ұзақ уақыт әңгімелесіп отырады. Таң ата ағалары балаға қойға бар деп
Айтқалы келгенде жұртта қалған інілерін көреді. Аяғына қарап не сенерін, не сенбесін білмей тұрған ағаларына Асан былай дейді: ағаларым, маған жасаған қиянаттарың аз емес, бірақ мен сендер сияқты жауыз емеспін, туған бауырымсыңдар ғой. Бір жолға кешірейін, екінші мұндай істемеңдер, дейді. Ағалары: кешір бізді, бізден бір ағаттық кетті, мұның бәрі көре алмаушылықтың кесірінен ғой, деп інілерін алдында бас ұрады. Осылайша ағайындар жылап-сықтап көрісіп, татуласады. Күн артынан күн, ай артынан ай, жыл артынан жыл жылжып өтіп жатады. Бірақ Асан әкесінің өсиетін ешқашан ұмытпайды. Ақылмен, сабырлығымен ел алдында сыйлы болады. Үлкен байлыққа кенеледі. Ел арасында әділ Асан би деген атаққа ие болып, мұрат мақсатына жетеді. Су перісі ертегісі. Үлкен кеме тұзды көбікті тіле теңіз айдынында дыбыссыз сырғып келеді. Жел оның аппақ қардай желікенін желбіретті. Кеменің тұмсығында өзінің сенімді Макс атты итімен жас Эрих ханзада алысқа қарап тұрды. Нөсері күтілмейтін керемет шуақты күн болды. Бүгін теңіз айрықша тыныш, деді ойланып тұрып ханзада. Тритон патшаның көңілі хош болғанға ұқсайды, деп тез үн қосты теңізшілердің бірі. Тап сол кезде мұхит түбінде мереке алдындағы топалаң болып жатты. Су асты патшалығының барлық тұрғындары Тритон патшаның қызы Ариэльдің 16 жасқа толуына арналған балға асықты. Себастьян атты таңғы шаян сарай сазгері таяқшасын сермеп жібергенде оркестр вальс ойнай бастады да, жас су перілері ғажап би әуеніне айналып биледі. Тритон тағында отырып, олардың үстінен қадағалады. Қонақтардың бәрін көзімен бір шолып өтіп, патша қабағын түйді. Ал Ариэль қайда? Деп зәрін төгіп, қызметшілерінен сұрады. Қонақтар Ариэль ханшайым шығып қашан ән салады деп шыдамдары қалмай күтті. Оның даусы су асты патшалығының ең ғажабы болатын. Қызметшілер шарқ ұрып іздеп еді, бірақ су перісін еш жерден таппады. Ариэльді табыңдар, онсыз концерт болмайды, деп қаһарын төкті Тритон. Осы кезде сарайдан алыс жерде жас Ариэль өзінің танысы Флаундермен қуыспақ ойнады. Флаундер, қарашы, деп сыбырлады су перісі. Батып кеткен кеме, ішінде не бар екен, көрейікші. Су перісі желкенді кеменің сынығына жақын келді. Каюталардың бірінде өте түсініксіз нәрсе көзіне түсті. Қандай қызықты нәрсе, деп таңданды Ариэль. Бұл не екен? Мүмкін Скаттл білетін болар. Сосын беймәлім нәрсені дорбасына салып қойды. Бұл нәрсе шашты тарағыш деп аталады. Шанышқыны ары-бері айналдырып, терең ойда тұрып айтты Скаттл. Адамдар онымен шашын тарайды. Ах, қандай қызық, деп Ариэль қолымен соқты. Тап сол кезде бүгін концертте ән орындауы керек екендігі сап ете түсті. Олар
флаундермен сарайға қарай асықты. Достар соңынан біреудің бақылап отырғанын беймәлім болып жүзіп кете барды. Урсула деген теңіз мыстаны өзінің қараңғы аспанында сутас шарына қарап, Ариэльмен не болғанын бәрін де көріп отырды. Баяғыдан бері Урсула Тритонды тағынан тайдырып, сиқырлы үш айран тартып алып, 7 теңіздің патшайымы болуды армандайтын. Залым мыстан Ариэльдің сыртынан ұзақ бақылап, оның басында жауыз жоспар туындады. Тритон патшаның әбден зығырданы қайнады. Бәріміз сені күтіп отырмыз. Қайда жоғалып кеттің? Деп қызын көре сала айғайға басты. Бірақ мен деп су перісі ақтала бастады. Ешқандай бірақ дегенді естімейін деп сөзін бөлді әкесі. Сенің тәуекелістерің туралы бәрі мәлім. Адамдардың қаншалықты қайырымсыз және қауіпті екенін сен білмейсің. Оларға тіпті жақындауға тыйым салам. Онымен тым қатты болған жоқпын ба? Соны айтшы, деп Ариэль залдан шығып кеткен соң Тритон Себастьяннан сұрады. Мен ол үшін қатты қорқам. Ол сондай жас әрі көп нәрсені түсіне бермейді. Жанына күзет қою керек деп ойлаймын. Бір өжет аң менің көзіме түсіп жүр. Ол кім екен? Деп қызықты Себастьян. Тап қазір сонымен сөйлесіп тұрмын, деп жауап берді Тритон. Әрине жоғары мәртебелім. Күрсініп басын иді таңғы шаян. Келесі күні Себастьян Ариэльден бір адым қалған жоқ. Кішкентай және жылдам болғандықтан басқаға білінбей флаундер екеуінің артынан еріп отырды. Кенет су перісінің назары теңіз бетіне қалқып тұрған үлкен нәрсеге ауып кетті. Жүрегі бұрынғысынан тезірек қақты. Ах, бұл кеме ғой, деп Ариэль саңқ етті де ойланбастан кеме алдынан бір шықты. Ариэль, тұра тұр, деп Себастьян айқайлады. Әкеңнің не дегенін есіңе түсір. Алайда су перісі алыста болады. Ариэль кеменің бүйіріне жабысып алып, кеменің үстінде не болып жатқанын қарады. Жоғары мәртебелім, туған күніңізбен, деп айғайлады матростар. Ол кезде Ариэль әдемі жігітті көріп қалды. Біз сізге сыйлық дайындап қойдық, деді Ақшаш мырза жігітке. Сосын жабынды жұлып алып, туған күнін тойлаушыға ұқсас үлкен мүсінге меңзеді. Сіздерге рахмет, мен дән ризамын, деп кішіпейілділікпен жауап қатты ханзада. Осы кезде қатты жел тұрды. Ол желкенді жыртып, кемені бір жақтан екінші жаққа жұлқылап теңселтті. Үлкен толқындар кеменің бүйіріне шарт-шұрт етіп ұрылып құлады. Олардың бірі ханзаданы шайып кетіп, ашық теңізге алып шықты. Ариэль ізінше соңынан сүңгіп батып бара жатқан Эрикті түпке жеткізбей ұстап алып, жоғарғыға алып шықты. Дауыл басылған кезде су перісі жігітті құмдақ жағаға алып шығып, ылғал құмға жатқызды. Ханзада есінен танып жатты. Су перісі оның бетін аймалап сипады, ал көзінен жас домалады. Бұл бір көргеннен туған сүйіспеншілік еді. Ариэль мұңды ән салды. Жігіт өз-өзіне келе бастағанда, ол оның балық құйрығын көрмесін деп теңізге секіріп кетті. Есін жиып Эрик көзін ашқанда, өзін құтқарушының бет-әлпетін есіне түсіре алмады. Есінде тек көмескі кескіндер мен ғажайып сұлу даусы ғана қалды. Сол кезде Тритон патша Себастьянды сөгіп жатты. Сен оны неге тоқтатпадың?
оны қалайша адамдарға жақын жібердің? Бірақ ұлы мәртебелім, деп ақталды таңғы шаян. Оны соңынан қуып жету мүмкін емес. Менің қолымнан ештеңе де келген жоқ. Үндеме, деп бұйырды Третон. Мен сені жазалаймын, бірақ кейінірек. Ал енді мені оның құпия үңгіріне ертіп апар. Үңгірге басып кіріп, Ариэльдің Эрих ханзаданың үңгірінің жанында отырғанын көрді. Трейтон айтып жеткізе алмайтын ашуға мінді. Мен саған адамдарға жақындауға тыйым салдым ғой, деп айқайлады ол. Мені тыңдамауға қалай батылың барды? Бұл ақымақтығыңды есіңнен шығар, деп қызына бұйырды да адамдардың есіне салатын қазыналарының бәрін қирата бастады. Байғұс Ариэль еңіреп жылады, ал жанында оны жұбатар жан болмады. Кенеттен артынан бір дауыстарды естіді. Бұлар теңіз мыстаны Урсуланың малайлары Флетсам мен Джетсам деген муреналар жақындап келді. Қайғырма, құрметті Ариэль, деп майдалап әндетті олар. Біз сенің қайғыңа қалай көмектесу керек екендігін білеміз. Бізге ер, сонда өзіңнің ханзадаңды қайтадан көре аласың. Себастьян мен Флаундер қаншама айнытуға тырысқанымен, Ариэль бәрібір муреналардың артынан ерді. Олар көп ұзамай зұлым Урсуланың апанына келді. Айналайын келе ғой, кішкентайым, деп еркелетті мыстан. Сенің қайғың туралы мен бәрін де білемін, бірақ мен ғана саған көмектесе аламын. Иә, егер де сен маған орнына өзіңнің ғажап даусыңды сыйға тартсаң, мен сені адамға айналдыра аламын. Мына қағазға қол қой, деп жалғастырды Урсула. Сонда сен адамдардың аяғына ие боласың, бірақ саған тек қана 3 күн мұрсат беріледі. Егер осы уақыт ішінде ханзада сені сүйсе, мәңгілік адам болып қаласың. Сүймесе, менің күңім боласың. Су перісі ойланбастан қауырсын қаламға шап берді. Ариэль, тоқта, олай жасама, деп жанындағы Себастьян мен Флаундер. Бірақ олардың ісі еш болды. Су перісі шартқа өзінің қолын қойды. Айтпақшы, өзіңнің даусыңды маған беретініңді ұмытпа, деп ысылдады мыстан. Мыстан Ариэльдің даусын алып, теңіз бақалшығына тығып қойды. Беймәлім күш су перісін қапсыра көтерді. Сол мезетте оның қабыршақты балық құйрығы адамның аяғына айнала бастады. Құйрығымен бірге су астында дем алу икемділігі де жоғалды. Оның бақытына орай Себастьян мен Флаундер Ариэльді жағаға шығарып үлгерді. Сол кезде Эрик өзінің құтқарушысын кездестіруге үміттеніп жағалауда серуендеп жүреді. Оның құлағына осы уақытқа дейін оның керемет даусы сайрап тұрды. Кенет Эрик Ариэльді көріп қалды. Тап соның өзі деген ой басына жылт етті. Ол бейтаныс қызға жүгіріп барып сөйлескісі келіп еді, бірақ ол жауап орнына тек күлімсірей берді. Бұл қыз мылқау болар, деп ойлады ханзада. Іздегенім болмағаны соншалықты күйінішті. Дегенмен ол Ариэльді өзінің сарайына қонаққа шақырды. Сарайға кіре салысымен Ариэль ваннаға қойып кетті. Рахаттанып үлгергені жоқ, түскі астың уақыты болды. Эрик қонағына өзінің қызметшілері мен Угрумус атты көмекшілерімен таныстырды.
Қарт угрумус ханзада сияқты қыздың сұлулығын паш етіп оның мылқаулығына күйінді. Ариэль өзін өте қарапайым ұстады, алайда шанышқыны көріп жақсы әсер қалдырғысы келіп, онымен шашын тарай бастады. Көмекшілері мейлі шиіп қалды, ал ханзада қонақтардың бұл қылығын жақсы қалжың деп есептеді. Түскі ас кезінде угрумустың табағынан үлкен таңғы шаян сусып түсіп, Ариэльге жақындап жорғалап келді. «Бұл мен ғой», деп сыбырлады қызға Себастьян. Сол арада Тритон патша Ариэльдің жоғалғанын байқады. Қызметшілері барлық суасты үңгірлерді тінтіп шықты, бірақ бос қайтты. Ертеңіне ханзада күймені жегіп Ариэльді серуендеуге шақырды. Қызға оның корольдігі қатты ұнап қалды, бірақ ол туралы Эрикке айта алмады. Сол күннің кешінде ханзада мен Ариэль қайықпен серуендеуге шықты. Себастьян мен Флаундер ізінше жүзіп келе жатты, ал Скатль жақын жерде ұшып жүрді. Эрикті бойжеткен билеп алды және ол онан көзін ала алмады. «Өй, болсаңшы», деп міңгірледі мұрнының астынан Флаундер. «Немесін созып отырсың, сүйіп алсаңшы». Сутас шарға қарап отырған Урсула ханзада мен Ариэльді сүюге шақ қалғанын көріп отырды. Мұны болдырмайын деп шарылдап мыстан Джетсам мен Флессамды шақырды. Оларға жақын жүзіп барып, қайықты аударып тастаңдар. 2 минут өтпей жатып ғашықтар суға күмп етті. Бірақ Урсуланың көңілі көншіген жоқ. Кеш болмай тұрып оларға бөгет жасауым қажет. Ханзаданы сиқырлы даусының көмегімен арбап Ариэльден әрмен әкету үшін мыстан сүйкімді жас қызға айналып сарайға бет алды. Кешке Эрик балконға шығып, жағадан ғажап әнді естіді. «Тап сол дауыс», деп сыбырлады ол. «100 мыңның ішінен де таныр едім». Сонан соң ол қанша күн мен түндер бойы қиялдағанын көру үшін төменге жүгіріп түсті. Скатль Ариэльге қаралы хабар әкелді. Ханзада есімі Венеста деген қызға үйленеді және той бүгін кешке белгіленген. Қайғы басқан Ариэль сарайды кезіп жүре берді. Қалайша ол тек мені жақсы көреді емес пе, деп ойлады ол. Ванесса айнаға қарап үрей жая қарқылдап күлді. «Енді мені ештеңе тоқтата алмайды», деп өзінің ұсқынсыз кескініне қарап масайрады. «Жақын арада Ариэль менің тұтқыным болып, өзім 7 теңіздің патшайымы боламын». Оның арманға берілгені соншалық терезеден шағаланың көрінгенін байқамай қалды. Ариэль байғұс өзінің аянышты халін біліп, теңіз жағасында жылап отырды. Оның жер басып жүргенін соңғы күні аяқталып қалды. Ханзада күн батқанға дейін сүюіне ешқандай үміт қалмады. Кенет тура бағытпен оған Скатльдің жорғалап келе жатқанын байқады. «Жан түршігерлік алдау», деп ойбайлады ол. «Мен бәрін өз көзіммен көрдім. Ванесса болып жүрген, шынында Урсула, мына тойды тоқтату керек». Ариэль бұрын су перісі болған кездегідей тез жүзе алмады. Флаундер бос бөшке тауып алып жегілді де Ариэльді екеуі кеменің артынан қуып жетті. Скатль алдында жол көрсетіп ұшып келді.
балық, дельфиндер және басқа теңіз тұрғындары үйір-үйір болып кеменің артынан ұмтылды, өйткені олардың барлығы Ариэль ханшайымды өте-мөте жақсы көретін және қол ұшын көрсеткілері келді. Кемені қуып жетіп, құстардың тобы Ванессаға лап қойды. Олар оны шоқып шашын түте бастады. «Аулақ-аулақ», деді қолын ербеңдеткен мыстан. Алайда құстар қоймады. Қонақтардың естері шықты. Тек дуаланған ханзада айналада болып жатқандарды елемеді. Өйткені оның көзқарасы кеңістікке бағытталды. Ыңғайлы сәтті пайдаланып, Скатл Ванессаға ұшып келіп, кеудесіндегі бақалшықты жұлып алды да кеменің еденіне бар екпінімен лақтырып жіберді. Бақалшық шатынады да Ариэльдің сиқырлы дуасы өзіне қайтты. Бұрынғыдай сенімен сөйлесіп, сен үшін ән салу қандай бақыт, деп су перісі ханзадаға тұра жүгірді. Оның нәзік даусын естіп, Эрик дуадан арылды да Ариэльді құшақтады. «Сүйіктім менің, енді бізге ешкім де бөгет бола алмайды». Ол Ариэльді сүю үшін еңкейген сәтте, батып бара жатқан күннің соңғы сәулесі көкжиектен таса болды. «Кеш қалдыңдар», деп кәрі мыстанның кейпіне түсіп қарқ-қарқ күлді Ванесса. Айналада бәрі жарқырап кетті. Ариэль еденге құлап түсіп, өзінің аяғы қабыршақты балықтың құйрығына айналып бара жатқанын сезінді. «Енді сенің жаның менің қолымда», деп түнеріп күркіреді Урсула. Ханзада Ариэльге қарай жүгірді, бірақ Урсула оны ұстап су астына, мұхиттың ең түбіне тартып кетті. Кенет оның жолын Тритон патша бөгеді. «Тап қазір қызымды босат», деп теңіздер әміршісі Урсулаға қаһарлы үш ашырлы айырын көтерді. Ол жауап орнына қарқылдап күлді. «Ол менің қожалығымда», деген зұлым Ариэль қолын қойған қағазды көрсетті. «Болса да біз сөз байласа аламыз. Сен маған сиқырлы үш ашалы айырын мен 7 теңіз тәжін бересің, сонда қызыңды қайтарып ала аласың». Эрик толқындардың үстімен қайықта жүзіп, Ариэльді тауып алып, мыстанның шеңгелінен босатуды армандады. Теңіз тереңіне қанша қараса да ештеңені де көре алмады. Шынымен де оны қайта жоғалтып алу үшін ғана кездестірдім бе, деп ханзаданың қабырғасы қайысты. Қайғырғаны сонша сүңгіні ұстап алып, жорамалдап лақтырып жіберді. Оның Урсулаға деген жек көрушілігі орасан зор болғаны сондай. Мыстанның қолына кіріп, сүңгі тура мыстанға тиді. Урсула қалшылдап жынданды. «Маған қарсы шығуға кімнің батылы барды?» деп өкіріп Эрикті көріп қалды. Ханзада айқасқа дайындалып, қайық үстінде ұзына бойы дайын тұрды. Ызадан қалтырап, мыстан үлкен жартасқа айналғанға дейін өсе берді. Ол үлкейген сайын дауыл да күшейе түсті. Мұхит суының сапырылғаны сондай. Барлық батып кеткен кемелер су түбінен су бетіне шықты. Әбден әлсіреген Эрик өзінің кемелерінің біріне мініп жоғарыға қарғып шықты. Штурвалды берік ұстап, фрегментін толданған мыстанға бағыттап, бар пәрменімен барып соқты. Урсула
шайқалып, адам жаны түршігерліктей шыңғырып, тұңғиыққа кіріп жоқ болды. Мейірімсіз мыстаннан құтылғаннан соң оны дуасы тарқап кетті. Дауыл сол мезетте басылды. Әриел жартастың шетінде отырып мұңайып алысқа көз жіберді. Сүйгенінен алшақ болғаны жанын күйреді. Менің қызым шынында да оны сүйеді екен. Мен оған көмектесуім қажет, деді Третон Себастьянға. Осы сөзді айта салып, өзінің үш ашалы айырын жоғары көтерді. Жарық құйыны Ариэльді шыр айналдырып, оның құйрығы аяққа айналды. Кеудесін қуаныш кернеді. Ариэль жағаның бойымен Эрик ханзада құшағын жайып күтіп тұрған жерге өзінің бақытының қарсы алдына жүгіріп шықты. Олар көптен көрмегендей бір-біріне ұмтылды. Келесі күні тойын өткізді. Бұл ұмытылмас мереке болды. Ал кешке Ариэль достарымен қоштасып, Эрикпен бірге жас жұбайлар саяхатына жол жүріп кетті. Қайда дейсіздер ме? Әлбетте, жер жүзін айналып шығу саяхатына. Тышқан өтіп кетіп бара жатып кіп-кішкентай үйшікті көреді. Тышқан тоқтап, "Сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады?" деп есікті тоқылдатады. Ешкім жауап бермейді. Үйшікке кіріп, үйді жинап, терезесін сүртіп, пердесін тігіп қояды. Есігінің алдын тазалап, сыпырады. Сыпырғыны алып, есігінің алдын сыпырып тазалайды. Үйдің ішіне кіріп, от жағып, үйді жылытады. Біраз уақыт өткеннен кейін бақа келеді. "Сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады?" "Мен тықылдауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Кел екеуміз үйшікте бірге тұрамыз." "Рахмет, менің саған бір көмегім тиер. Ана шөпті алып қораның үстіне жауып берші." Міне жауып қойдым. Жап-жаңа болып қалды. Енді ауа райынан қорықпасаң болады. Үйге кір, шай ішеміз. Мен пеш жағып қойдым. Енді қоян келеді. "Сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады?" "Мен тықылдауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын." "Сен кімсің?" "Мен қорқақ қоянмын." "Сендер тұрасыңдар ма бұл үйшікте?" "Иә, кел, сен де бізбен бірге тұр. Көңілді болады." "Неге сендердің үйшіктеріңде есік жоқ?" "Біздің шамамыз келмейді қоюға." "Онда мен қояйын." "Кәнекей, мен есікті қойып қояйын." Түлкі келеді. Төртеу бірге көңілді өмір сүреді. Өлең айтады. Бірде аю келеді. Ол да үйшікте тұрғысы келеді. Бірақ үйшікке сыймай, үйшіктің төбесіне шығып, сындырып, қиратып алады үйшікті. Бесеуі қайтадан жаңа үй тұрғызады. Үй тұрғызуға көмектесейікші, кәнекей балалар. Бірінші не істейміз? Бірінші үй тұрғызу үшін фундамент құямыз. Бізге не керек? Тас керек. Одан кейін оның дуалы болады. Дуалын тұрғызамыз. Тамаша, кәнекей. Енді несі қалды тұрғызатын? Шатыры қалды. Кәні шатырын тұрғызамыз. Тамаша. Енді бояуға, сырлауға қасқыр келсін. Қасқырды шақырайық. Кәнекей, қасқыр келеді. Қасқыр келді.
Қасқыр бояйды. Қасқырға көмектесейікші. Бояйтын бояғышты аламыз, қана бояймыз. Әне, үй әдемі болып шықты, е? Енді гүл егуге бақа келеді, есіктің алдын әдемі қыламын дейді. Қана гүлге су құюға көмектесеміз. Тышқан, қоян, қасқыр, бақа, аю, бесеуі бірге өмір сүреді. Ертегі осымен аяқталды балалар. Сау болыңдар.